Бүгін біз сіздермен қонақ шақырған кезінде тез ақ дайындалатын үш заттан тұратын салатты жасайтын боламыз. Бірінші етімізді аламыз, мякоть болуы қажет, кішкентай болса жеткілікті. Жіңішкелеп осылайша етіп турап аламыз. Жіңішкелеп тураған соң және маринадталған соң күшті болып тез ақ пісіп шығады. Басында қаттылау қылып қуырып, одан кейін газдың астын төмендетеміз. Турап болдық, енді бәрісін бір ыдысқа салып, маринадтап етін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Маринадтау үшін қажет заттар: бірінші соевый соус, күнбағыс майы, одан кейін тұз, қант саламыз. Қанттың орнына мед қоссаңыздар дәмді шығады. Маринад міндетті түрде 5-10 минут тұру қажет. Бәрін салып болдық, енді күштілеп араластырамыз. Етті осылайша етіп саламыз сковородкаға, сосын аударып, екінші жағын пісіріп аламыз. Бағана айтқандағыдай, бірінші қатты отта, одан кейін газдың астын төменге қойып, қаласаңыздар кішкене су қосып, жұмсақтау болу үшін су қоссаңыздар да болады. Етіміз қызарып, жұмсарып, пісіп шықты. Енді салатқа қажетті басқа да заттарымызды дайындаймыз. Салатный листін сабақтарын жұлып тастап, бас жағын ыдысқа сала береміз. Помидорды осылайша етіп турап, оны да ыдысқа саламыз, кішкене бөлігін алып қаламыз, қазір сәндеуге қажет болады. Енді етті саламыз, дайын болған. Тұз ештеңке қосып қажет емес, еттің тұздалғаны сол жетіп жатыр. Бәрін күштілеп араластырамыз, қолмен араластырған ыңғайлырақ болады. Бетіне күнжіт сеуіп әсемдеп қоямыз, сосын жаңа қалдырған помидорды да қосып әсемдейміз. Қонақ шақырған кезінде тез дайындалатын салаттардың бірі. Ет те бәрісі тез ақ піседі. Асығыс қонақ келген кезінде жасап көрсеңіздер болады. Подписаться етуді ұмытпаңыз.